армысыздар. Қайырлы күн. Қалдеріңіз қалай? Тәлімгерім дым айтпайды дейді. Қазір кішкене адамдар қосылсын. Комментарийді өшіремін. Алматыдағы біздің дүкен ба? Біздің дүкен Гранд Парк сауда орталығында 6-шы блок. Біздің Жанат Бақытжан үй деген өзінің парақшасы бар. Сол жерде қазақша киімдердің барлық үлгілері бар. Даусым жақсы естіліп тұр ме? Иә, Жан Жиханы парақшасында шығам деп ойлаған едім, бірақ та ол жерде уақыт 1 сағат беріледі. Одан ары қарай асып кететін болсақ, сақталмай қалады екен эфир, сол үшін. Так. Айналыспаған затым жоқ, бірақ дым ұнамайды дейді. Қазір айтам. Так, 245 адам болды, давайте қосыла берейін онда. Комментарийді өшіре тұрайын, достар. Енді көптеген парақшаларда, көптеген чаттарда қазір біздің айтып жүрген нәрсеміз туралы талқыланып жатқан өте жақсы білемін. Көптеген сұрақтар да қойылып жатыр. Дін жолында жүрген көптеген адамдар да маған шығып жатыр. Енді бұл жерде нақты не нәрсеге келісе алмай жатқанымыз бұл жерде түсініксіз болып тұр. Өйткені бәріміздің айтып жүргеніміз біреу. Өткенде мен айттым, шексіз аспанды бәріміз өз тереземізден сипаттап айтып жүрміз. Өз тереземізден қалай көреміз, солай сипаттап жүрміз. Мысалы, бұған дейін логотерапияда негізі Виктор Франкл осыны айтады. Әлбетте, ол кезде енді ашық айтылмаған, ашық айтатын болса, заман басқа. Виктор Франклды жынды дейтін еді, жындыханаға жабатын еді. Сол себепті ол өте академиялық түрде, академиялық білім түрінде өте әдемі жеткізген. Трансценденциялық әлем, яғни адамның, жердегі адамның ғайыппен байланысуы. Ғайыппен қалай байланысып, оны біз ашық айтып жүрміз, ол рухани әлеммен байланысуы. Яғни, әу баста, мысалы, логотерапияда айтады, жерге түстің ба, жерге адам болып келдің ба, келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам деген осы 3 сұраққа нақты жауап бер. Сол кезде бүкіл сұрағымның жауабы табылады дейді. Яғни, осы сұрақтарға жауап беру үшін трансценденциялық, яғни ғайыппен байланысу, сосын барып жауабымыз анықталады. Ғайыппен байланысу арқылы, рухани әлеммен байланысу арқылы. Бізге көп дүние бұған дейін айтылмаған, жабық күйінде келді. Не үшін дін жолындағылар маған қарсы шығып жатыр? Ол менің реинкарнация туралы айтуым себеп болып отыр. Өйткені бұған дейін айтылмаған, реинкарнацияны жабық күйінде қойған. Яғни, рухтың жерге бірнеше рет келе беретіні. Ол сансыз рет келуі мүмкін. Ол 1 рет келуі мүмкін. Возможно, ол 3 рет келуі мүмкін. Ал не үшін келеді? Біздің айтып жатқан нәрсеміз осы. Яғни, рухани әлеммен байланысып, жерге келмес бұрын бізде ана жақта қандай байланыс болды, қандай миссия болды, соны анықтаған кезде барып, мына жақта жалпы не істеп жүрміз, бұл өмірде миссиямыз не деген сұраққа нақты жауап беруге болады. Бұны білгенде тұрған ештеңе жоқ. Әлем деген қазір бізге реинкарнация тақырыбы тарапында көптеген шу болып жатыр дегенді
басқа мемлекет естісе, былайша айтқанда күледі. Өйткені олар ғылымға ашық, бәрі ашық айтылады. Бәрі ашық, және де өмірге деген көзқарастары басқаша. Ал енді бізде неге қараңғы бөлмеден қамап тастап, одан ары қарай шығармай отыр, ол түсініксіз. Осы сұраққа жауап беріңіз. Кеше мен сторис салдым ғой. Кесе ішінде шайға толып тұрса, оның үстіне ештеңе құя алмайсың. Оның үстіне су да құя алмайсың, сорпа да құя алмайсың. Ол просто төгіледі. Көп адамның миы осы күні уланған, толып тұр. Енді оны да түсінуге болады. Неше жыл бойы миымызға құйып келді. Неше түрлі жұмақ туралы, тозақ туралы, мүлдем басқаша ақпараттар беріп келді. Енді ол адамдардың миына құю мүмкін емес. Өйткені қатып қалды мінеки. Болды, толып тұр ол. Ары қарай уже ештеңе бере алмайсың. Ал Құдай, жалпы ғалам ашық. Адам ашық болғанда ғана ол төбеңнен құя алады, нұрын құя алады, сені оята алады. Ал сен уже толып тұрған кезде, бағана кесе толып тұрған кезде оған ештеңе құя алмайсың. Менің айтпағым сол. Мені түсініп жатқан қазір бүгіннен былай санасы бос, өмірге ашық адамдар. И олардың пікірін оқысаңыз, кәдімгідей өзгерген өмірге деген. Оказывается, бізді бәрібір де тозақ деген нәрсе қысып тастайды екен, рамкаға тығып тастаған. Я, Құран керек, жаңағыдай шектеу керек. Ол әдеп үшін. Адамды жерге, бағанағы рух жерге түскеннен кейін жады ұмытылады, бірақ жан болады ғой, мысалы рух тәнге кіргенде ол бір жан болады, қазіргі жанат. Ол уже жады ұмытқаннан кейін жады дүниенің қызыл жасылының артынан кетіп, былайша айтқанда лағып кетпес үшін Құранмен, яғни әдепті үйретіп отырған жанға. Бірақ рух оның барлығын біледі ғой. Ал енді адам өзін өзі танейын десе, жалпы мен кіммін, ана өмірде бұрын өмір сүрдім ба, жалпы рухтар әлемінде менімен қандай байланыс бар, осындай сұрақтарға жауап іздейін десе, еш ақпарат жоқ. Тек қана шектеу, тек қана қорқыту. Потому что келетін хаттың 5 хат келсе 4-еуі тозақ туралы. 2 сағат эфир болатын болса, сұрақ тек қана тозақ туралы. Сонымен тозақ бар ма, жоқ па? Сен өткенде жоқ деп айттың, енді тозақ деп жазасың. Сен бағана тозақ, өткенде ана маман тозақ бар деді. Тек қана тозақ, ана тар шеңберге әбден тығып тастаған бізді рамкаға. Жоқ, өмірдің әдемілігін, Құдайдың берген ғаламатын көру жоқ. Тек қана тозақтың шеңберінде қорыққаннан ғана намаз оқимыз, тозақтан қорыққаннан ғана әйтеуір бүйтіп жүрміз. Егер тозақ деп айтпаса, сен білмеймін кім болатыныңды. Тозақтан қорқып бірдеңе бүлдірмей жүрген адамның бәрібір оның санасында тұрады, ол істейді оны по-любому. Жалпы тозақты бүгінгі тақырып, тозақ туралы көп айтатын адам расында тозаққа түсе ме деген сұраққа жауап іздейік. Менің парақшам 2-ші жан-жиһаны, ол жерде 70 жыл бойы зерттелген еңбектер, адамның рухын зерттеген, ана рухани әлемнің барлығын зерттеген, яғни әруақтар әлемі дейміз ғой, барлығы жазылған, 70 жыл бойы жазылған. Бүткіл адамның ана өмірден келген, жерге түскен айтатыны бір нәрсе. Егер көпшілік барлығы почти солай айтып тұрса, оны біз жоққа шығара алмаймыз. Фактпен жеткізіп отырмыз. Ал тозақ деп айтқан адам бірінші сол тозақты көрсін, сосын барып фактпен келіп айтсын. Ал мен қазір фактпен сіздерге айтамын. Баяғы кезде де осындай нәрсені, мысалы, сопы бар, Баязид Бистами деген. Ол кісіде кәдімгідей ғайыпқа самғап, рухани әлемді барлығын көріп келгенде, өзінің Құдайдың бөлшегі екенін түсініп, мен ақиқатпын, мен Құдаймын, мен Құдайдың бөлшегімін деп айғайлайды. Вот соны діндарлар өртеп жіберген. Не үшін өртейді? Мысалы, Мұхаммед пайғамбардың өзі де, мысалы, бағанағыдай Құдай туралы айта бастағанда, оны таспен атқылаған, оны түсінбеген. То есть, мынау тар шеңберде отырған, рамкаде отырған діндегілер по-любому сені түсінбейді, қарсы шығады. Қазір маған да қарсы шығып атқаны сол. Реинкарнация мен инкарнацияны ажыратып, ашық айтқаным үшін. Жаңағы тақырыпқа оралайық. Тозақ туралы көп айтатын адам
расында тозаққа түсе ме? Жалпы мынау регрессология ілімін өте зерттеген адам аз. Бір 3 адам немесе 4 адам әрі кетсе. Кеңінен зерттеген Долорес Кэннон, Майкл Ньютон. Олар кәдімгідей 50 жыл, 70 жыл өмірлерін арнаған, барлық еңбектерін бүге-шүгесіне дейін жазып кеткен, ештеңені қалдырмаған. Мен солардың барлығын аударып, парақшама салып жатырмын. Былайша қарағанда бағанағы маманмен қасындағы адамның рухымен сөйлеседі. Оның екеуінің мылжың әңгімесі сияқты көрінеді. Бірақ сіз әр абзацын оқысаңыз, сіздің өмірде сұрағыңыз болса, сол сұрақтарға жауап сол жерде табылады. Ештеңе қалдырылмаған, барлығы сол жерде жазылған. Әлі 5 том кітап бар. Барлығын қалмай, түсініп, бірге оқитын болсаңыздар, мен сіздерге гарантия берем, сіз қазірге дейінгі адам, одан кейінгі адам болып екіге бөлінесіз. Адам өмірге келген кезде, анасының құрсағынан шыққанда, бірінші рет туылады, физикалық түрде туылады. Ал өзін танып, рухын танып, өмірге не үшін келгендегі миссиясын таныған кезде, ол екінші рет туылуы. Екінші рет туылмаған өмірі, яғни ғұмыры зая кетті деп айтады. Екінші рет өмірге келуге тырысыңыздар. Мен бұл жерде бұны айтып жүрген кезде ойлаңызшы, маған не пайда? Уақытымды алып жатырмын. Сіздер үшін сонша ақшаны мына жақта жұмсап аударып жатырмын, айтып жатырмын. Өзіме пайдалы дүниені көксесем, мен бұның барлығын сататын едім. Мен сататын болсам, жарнамасын айғайлап тұрып, бізде қыз-келіншектер қатысады, бірақ ол маған керек емес. Өйткені, қалай айтсам, екінші рет өмірге келіп, көкірек көзі ашылып, рухани әлем таныған адамға мына өмір жалған дүние. Қазақтың өзі айтқан ғой, жалған дүние, өтірік дүние, яғни иллюзия. Жалған дүниеге байланбайды. Одан жоғары болады. Пайдамды тигізсін халыққа. Титтей болса да, 10 адам болса да, білсін, мына өмірге зая келмеген, түсінсе екен деген сондай ниетпен өмір сүреді. Егер біз барлығымыз қазақтар оянатын болсақ, біздің рухымыз оянады. Баяғыда біздің ата-бабамыз осының барлығын жақсы білген. Менің айтып жүргенім сол. Тек қана пайда. Ал енді сыртымнан жын сөйлетіп отыр, шайтан сөйлетіп отыр дейтіндей, бұл жерде мен титтей де пайда ойлап отқан жоқпын. Олай болса, мен бірінші ақшаны айтатынмын. Мысалы, емшілікті сатып, немесе бағанағыдай дін туралы айтып, тозақпен қорқытып, сабақ сатып, бата сатып сөйтетін едім. Ол маған 5 тиынға керек емес. Өйткені мен оның барлығынан өтіп кеттім. Енді сол еңбектерде және де өзімнің ылғи айтам, регрессологияда адамдармен жұмыс істеген кезде, бұл жерде адамның жаны, тәні емес, рухани қабаты сөйлейді. Рухани қабат деп отырғанымыз жаңағы Құдайдың жаратқан кездегі біздің өлмейтін қабатымыз. Яғни жерге сансыз рет келе беретін біздің рухани қабатымыз міне төбемізде отыр. Высшия, яғни жоғарғы сана, жоғарғы мен. Ол мен деген сол, өзіңді таны дегені сол, өзіңді таны деп тұр. Анандай бір психологиялық тұрғыда бүйтіп түріне қарап, мен сені жақсы көрем деп айнаға қарап, ол егер сен оны нақты түгін түсінбей тұрсаң, өзіңді жақсы көрем деп айта бергеннен дым шықпайды, ол өзіңді алдап тұрсың. Менің айтып жүргенім сол, жоғарғы сен, жоғарғы мен. Ол кім? Ол рух. Жаңағы Құдайдың жаратқан өлмес рухы жерге келіп тұрма? Яғни ол бірінші рет келіп тұрған жоқ. Біз бәрін көрдік. Бұған дейін сансыз рет келдік. Бар, екінші, үшінші рет келген жас рухтар бар. Рухтың өзі екіге бөлінеді. Кәрі рух және жас рух. Ол жас рух анадан кіші деген сөз емес. Жер планетасына енді келіп атқан рухтар болып бөлінеді. Және де кәрі рух дегеніміз жер планетасына сансыз рет келген. 77 рет, 101 рет келгендер бар. Соның барлығы, ол сіз ұмытып тұрсыз просто, как будто деп отырсыз ғой, да ты чё деп, сіз білесіз. Ол потому что сіздің подсознаниеңізді, картотекаңызда бәрі тұр. Ашып қалатын болса, ол сансыз тартпа шығады. Ол жерде тарих былай жазылған. И сол, егер карма дейді, бұрынғы өміріңде біреуге бір қиянат жасайтын болсаң, сен немесе өзің бір сондай бір өмірден бір
тауқымет көрсең, бір жеріңнен оқ тиіп немесе бір сондай қиындықпен өлген болатын болсаң, қазіргі күні ол саған беріледі, подсознанияда тұрады. Мынау рептильный деп айтады ғой, оны психологияда бағанағы мидың рептильный қабаты дейді. Оны қозғайтын болса, көп дүние ашылады, бірақ адам оны қозғамайды дейді. Ал менің былай айтып отқан мына шеттен, сол жоғарғы санада ол рух бәле, ол өмірдің бәрін көрген, бәрін біледі. Бағана дежавю дейтін сол ғой, бір момент білетін сияқты, сіз мына сәт болып қалған сияқты дейтін сол. Ол рух бәрін біліп тұр ол. Потому что ана жаққа келген кезде ақ уж келісіп бәрін біліп келіп тұр. Бірақ сіздің өміріңіздің бәрін білмейді. Сол бағана өткен өмірден қандай да бір тауқымет, сондай нәрсе қалатын болса, оны карма дейміз. Яғни сіз біреуді өлтіріп қойсаңыз, сізді біреу қастандықпен өлтірсе, ол сіздің сол жоғарғы санаңызда тұрады, жоғарғы менде тұрады. Бір жеріңіз ауыра ма? Бекер емес. Барлығы сол байланысты. Ауру ол бекер емес, сізге айтайын. Ауру оның жауабы бар. Медицинада ол сізбен бүйтіп мыжып отырмайды, сізге түсіндірмейді. Ол просто бүйтіп сыртын бүйтіп цементтей салады ғой. Ал арғы жағында ол тұр. Мысалы, кейбір адамның аяғы қақсайды, кейбір адамның мынандай белі ауырады. Бірақ былай қараса, врачқа барса ештеңе таппайды, бәрі дұрыс. Бірақ түн болса қақсайды, бел ауырады, іш ауырады, не екенін білмейді. Оның барлығы жоғарғы санамен байланысты. Бәрі тұр. Сол енді шығып, енді анықталып жатыр. Чоп ачом, сіздің сұрағыңызға барлығына жауап келеді. Ал менің айтып жүргенім, мына өмір емес, өмірдің арғы жағы. Өмірдің арғы жағы. Ғұмырдан кейінгі ғұмыр. Яғни біз өлгеннен кейінгі жағдай, сосын барып жерге келетін жағдай. Оны бұған дейін біз білген жоқпыз, ол белгісіз дүние болып қалды. Ал қазір бұл белгілі болып отыр. Және соны айтқаным үшін маған көп адам қарсы. Көп адам қарсы. Өйткені ол жеке себеп болуы мүмкін. Сонша ақиқатты білген адам, көкірегі оянған адам, ол уже манипуляцияға ермейді. Біреуді әулие көріп, артынан шапқылап, оның сабағын сатып алмайды. Ол уже өмір сүреді. Потому что ол мен, уже тұлға болды. Сіз тұлға болдыңыз. Көптеген қыздар оянып жатыр. Тозақ. Давайте сол тақырыпқа тоқтайық. Жалпы бағанағы 70 жыл бойы зерттелген регрессологиядағы тәжірибе бойынша адамдардың айтқанынан, көргенінен, және де қазіргі өмірдегі түрлі жердің қабаттарын көретін жолдар бар. Сол зерттеулерді бүкіл бәрін алып отырып, мынандай қорытындыға келуге болады. Жалпы астралдың 3 қабаты бар. Төменгі астрал, ортаңғы астрал және жоғарғы астрал. Төменгі астрал ол тозақ туралы көп айтатын адам. Қатты тозақтан қорқатын адам, тозақты көзіне представить ететін адам, өзінің өртенетінін, там тілін шегелеп жоғары қарай қаратып іліп қоятынын, сондай нәрсені представить ететін адамдар төменгі астралда болады және оны көрсетеді. Қазір мен сізге оны дәлелдеймін. Және де қылмыскерлер, наркомандар, казино ойнап өзін-өзі жеңе алмағандар, алқаштар, біреуге қастандық қиянат жасаушылар. Манеке, әбден рухани қабаты, рухы әбден жөндеуге келмей, әбден бүлінген, сондай ауытқыған рухтар дейікші, олар төменгі астралға кетеді. Төменгі астралда, яғни жаңағы өзінің представить ететін қорқынышы бар, бәрін көреді сол жерде. И сол жерден уже ары қарай жылжуға, ары қарай дамуға ол қорқып қалуы мүмкін. Сол жақта қалып кететіндер рухтар бар. Бірақ оны тозақ деп айта алмаймыз. Сізді қинайтындай тәніңіз уже жерге шіріп кетті ғой, тастап кеттіңіз ғой. Ол жаққа кететін сіздің энергияңыз ғой. Нұр, бәріміз нұрмыз ғой. Міне осы нәрсені жалпы тозақ дейді. Және де мына рухтың бір сөйлейтіні бар. Бедейді. Жалпы регрессолог сұрайды ғой, рухани қабаттан. Көкте, бағанағыдай өлгеннен кейін адам не елестетеді, жалпы сол болуы мүмкін бе дейді. Сонда былай дейді,
Мұндағы бар шындық сол, нені ойлап, нені көргің келсе, сен соны көресің. Нені елестетсең, сол шындыққа айналады. Себебі сен өз тағдырыңның, өз үйіңнің, өз ыдысыңның, яғни рухыңа мекен болған ыдыстың иесісің. Жаңағы ыдыстың иесісің. Ыдысты бұл жерде тән деп тұр. Сондықтан сен өз қалауыңша жасай аласың. Физикалық денедегі болмысыңның рухани тұжырымдамасын өзің қабылдай аласың. Сен өз тәніңнің иесісің және өз тағдырыңның қожасысың. Яғни оймен жасаған дүниең көз алдыңда тұрады. Осы жерде сен жаратушының адамға берген жасампаздық сипатын толық ашып тұрсың. Сондықтан көз алдыңда тұрған әлем сенің шығармашылық еңбегіңнің жемісі. Сенің қолыңнан шыққан туынды, дәлірек айтсақ, сенің ойыңның жемісі. Көрдіңіз бе? Физикалық деңгейде болсын, рухани деңгейде болсын, солай. Сендер жауапкершілікті өз мойындарың алып үйренулерің керек. Сондай-ақ сол камертонға өз жаныңның құлақ күйін келтіріп алғандарың жөн. Себебі әркім өз тағдырын өзі жасайды. Көрдіңіз ба? Сіз осы өмірде не ойлайсыз, орындалады. Ал ана өмір туралы өлгеннен кейін осындай болады екен-ау деп, немесе баған тозақты айта беріп ше, қасыңызда көрінбейтін қаншама періштелер жүр. Тозақты, жынды айта берген сайын сіз уже миыңызға құйып жатсыз. И соны көресіз, мінекей. Әркім өз тағдырын өзі жасайды. Не ойлайсың, сол орындалады дейді. Ойыңа да сақ бол, сөзіңе де сақ бол. Жақсы сөз жарымырыс деген сол. Екінің бірінің қазір айтатыны тозақ. Я, дұрыс түсінем. Енді ол адам оны айтпаса лағып кетеді, қылмыс көбейіп кетеді деп кезінде бір шектеген шығар. Бірақ ол слишком болып бара жатыр. Қазір деген тек адамдардың бәрін мынандай рамкаға тығып тастаған. Ал солардың өзі тозақты толтырушылар деп айтады. Мен соны түсінбейтінмін. Мына дінде тозақпен қорқытатындар нағыз тозақты толтырып атқандар солар деп айтатын. Мен соны түсінбейтім. Оказывается, сен айтқан сайын, сен ойлаған сайын, сен сол жерге түсіп кетесің. Уже көрдіңіз ба, астралдың төменгі қабатына түсіп кетесің. Ал енді бағанағыдай дінде қатысы жоқ. Вообще тозақты да елемейтін рухтар болады. Бағанағы ауытқыған рухтар олар. Адасқан рухтар. Олар бағана неше түрлі қылмыс жасап, адамның басын кесіп, Құдай сақтасын, қайнатып, неше түрлі жасап жатыр ғой. Кішкентай баланың қанын ішіп, терісін сыпырып. Енді олар, даже олар өмір мен өлім туралы ойламайды. Олар өлгеннен кейін де не қылмайды. Төменгі астралға түсіп кетеді, бірақ та не осознает өлгенін, мойындамайды. Мен өлген жоқпын дейді. Бірақ көріп тұр, что тәні жоқ, былай ештеңке істей алмайтын. Олар ауытқыған рухтар дейді. Оларды қасындағы олардың да тәлімгері бар. Енді оларды Құдай жаратып тұр ғой, просто өмірде олар адасып кетті, видите, дұрыс жол таңдамады. Мынау қызыл-жасыл дүниеге нәпсінің артынан кетіп қалды да, бірақ оның да қасында тәлімгері бар. Ана өмірде де, мына өмірде де біз жалғыз емеспіз, қасымызда періште бар, тәлімгер бар. Так, төменгі астралға түсіп кетті ана рух. Өлгеннен кейін, жаңағы тозақ деген нәрсесіне. Күтеді. Ол жақта да мектеп бар. Енді пока ананың бүкіл өмірін саралап, істеген қателігін түсініп, пока былайша айтқан кезде рухани ақылға келмейінше, олар сол төменгі астралда болады. Оны біз тозақ деп айта алмаймыз. Ол өзінің ойша жасап алған дүниесі, бірақ төменгі астрал, ол жоғарғы астралға жатпайды. Төменгі астралда олар болады. Ол жақта да бағанағыдай емдейтін жері бар. Ол жақта да бағанағыдай білім беретін орталықтары бар. Ол жақта да әбден бағанағы осы өмірде дұрыс жол таңдамай жараланған рухтар дейікші, ауытқыған рухтарды емдейді, энергия беріп қалпына келтіреді. Содан кейін барып, ол бірақ та сразу жерге жібермеу, ол редкость өте. Сразу қылмыс жасаған адамды жерге жіберуі, ол арасында болып тұрады. На самом деле оларды көп ұстайды сол жақта. Сол жақта ұстайды, емдейді. Ол енді бүткіл істеген ісінің бәрін саралап, рухтар әлемінде, рухани әлемдегі ілім орталығы деген оқысаңыз жақсы түсінесіз. Өте өкінет істеген ісіне. Өйткені
ол жақта адамның үлкен жазалаушысы ол өзі. Өйткені сен үшінші жақта көріп тұрасың өміріңді. Бағана 3D экраннан үшінші жақтан көріп тұрасың. Жаңағы бір нәрсені қылмыс жасап, немесе біреуді ренжітіп, өмір бақи сондай қатыгез адам болсаң, сен істегеннен кейінгі ана адамның состояниесін көрсетеді көбінесе. Сол кезде мына ар ұятпен кәдімгідей анау адам өзін өзі жеп қояды. Содан кейін ана қасындағы тәлімгерлерге айтады: мен мына істеген ісіме өкінемін, мен қайта жерге баруым керек, мен мына емтиханнан өтейін, мына қателігімді түзейін деп қайттан рұқсат алады. Содан кейін барып оны әбден бағанағыдай алқа орталығы дейді, енді ол жерде анандай бүйтіп сені сұраққа алып бүйтіп отыратын ешкім жоқ. Кеңесшілер, кемелденген рухтар, және де тәлімгерлер, солар келіп бүткіл өміріңді саралап, саған ақыл айтып, содан кейін барып міне жерге осылай келген, өткен өміріңде ана көрдің бе қандай қателік жібердің, больше саған ақыл айтады. Баяғыда мысалы алқабилер болған қазақта. Примерно сол ақсақалдарды көз алдыңызға елестетіңіз. Ол да мысалы кезінде бекер болмаған. Сондай ақсақалдар сені ортасына алып, ортаға алып, өткен өміріңді бірге саралап, содан кейін барып ақыл айтып жерге жібереді. Бірақ жерге жіберген кезде білесіздер, біздің памятіміз өшіріледі, жадымыз өшіріледі, біз ештеңе білмейміз. Қайтадан өмірді ақпарақтан бастаймыз. Ол ақпарақтан бастамасақ, бұл сабақтан өтпейтін едік. Бұл несі сабақ? Егер сен бәрін біліп тұрсаң, ана жақта сабақта өткенің, берген уәдең, Құдайға берген уәдең, мен сені ұмытпаймын, дұрыс жолмен жүрем деген уәдеңді біліп тұрсаң, өткен өмірлеріңдегі қиындықтарды біліп тұрсаң, көріп тұрсаң, не көрсең, ол егер сен памятің өшпесе, сен сол қателікті қайттан қайталайсың. Сол үшін біздің өмірімізді ақпарақтан бастауға мүмкіндік беріп, жерге памятімізді өшіріп жібереді. Ал жерге памятімізді өшіріп жібермес бұрын сіз өзіңізге тәнді таңдадыңыз. Қасыңдағы адамдар сенің топтас рухтар, бір топтасыздар. Сіз қасыңыздағы адам ешкім артық емес. Бір жақтан келген жоқ. Қасыңыздағы сіздің даже дұшпаныңыз, ол сізбен бірге солай келісіп келген. Бәріңіз топтас рухсыздар. Сенің жағдайың жасап тұр, өзің тәніңді таңдадың, өмір жолыңды өзің таңдадың. Қасыңа жалғыз жіберген жоқ, тәлімгеріңізді қосып жіберді. Енді саған сен не дейсің дейді ғой. Өйткені сен сабақтан өзім өтем деп сұранып жерге түстің, ақпараттан енді бастауыңа тура келеді. Сабағыңды жақсы өтеп, емтиханыңды жақсы тапсыр деген сөз. Біз жерге сол үшін келеміз. Түсіндіңіздер ме? Екінші қабат, төменгі астралды біз тозақ дедік. Ол ортанша астрал, ол мына дінде жұмақ деп жүрген жер. Ол да менің сол парақшамда жазылған. Жердің жоғарғы қабаты дейді. Ол не совсем жұмақ, но жұмақ. Біз жұмақ деп жүрміз. Жердің оны жоғарғы қабаты деп айтсақ болады. Енді төменгі астралға түсетіндер көп емес. Менің мына отырған қазір 582 адам отыр, енді ішінде жоқ деп ойлаймын. Төменгі астралға баруға путевка алған, Құдай сақтасын. Основном баратыны осы ортаңғы, жаңағы жұмаққа барады адам өлгеннен кейін. Мына клиникалық өлімді бастан кешірген адамдардан ақпарат алсаңыздар болады. Олар негізі шындықты айтады. Олардан да көп ақпараттар алынған. Өзімде сөйлескем, не көргендерін, барлығының айтатыны бір нәрсе. Клиникалық өлім деген тақырып менің Жан-Жихан парақшасында тоже бар, оқыласаңыздар болады. Бұл жұмақ өте сондай әдемі жер. Біздің жер соған ұқсас дейді. Біз жер планетасы тұрып жатқан. Бірақ ол жерде өсіп тұрған өсімдіктер, қызыл жасыл өте әдемі дейді. Енді мен тілмен жеткізе алмаймын, тіпті суреттей де алмаймыз. Мысалы раушан гүлдер өте әдемі. Олардың тіпті қарап тұрып молекулалық, мысалы бәрін білуге болады. Және де олар өлмейді ешқашан. Сондай әдемі. Және өзің ойша ол жақта тоже ойың көрдің бе жұмыс істейді. Оймен қандай үйде тұрғың келеді, көзіңе не елестетесің, сол пайда болады. Ойша бәрі. Оймен сен не қалайсың, сол орындалады. Сөйлемейді, рухта тіл жоқ, рухта жыныс жоқ. Ол рух просто, Құдайдың бөлшегі, энергия.
біз жерге ол әртүрлі ұлтта болып келеміз, әртүрлі тілде сөйлейміз, және еркек, әйел болып бөлінеміз. Ол тек қана жерде. Ал ол рухани әлемде ондай жоқ. Барлығы рухтар. Тап-таза ол әдемі сондай жер. Осы жердің екінші ұқсас бөлігі дейді. Ол жұмақ. Ол жерде енді әрине менталды түрде оймен сөйлесетін болғандықтан рухтар бір-бірімен алдау, арбау, бір-біріне өтірік айту ондай жоқ. Өйткені сен ойша болғаннан кейін сен не қалап тұрсың, барлығын бір-біріңе қарайсыңдар да, бір-біріңе жауап бере бересіңдер. Енді бұл айтып отырған нәрселердің барлығы сіз тыңдаған кезде қазір біртүрлі таныс сияқты болып естілуі мүмкін. Таныс сияқты болып көзіңізге елестеуі мүмкін. Себебі сіз білесіз, сіз бұдан талай өттіңіз. Сондықтан бұл сіздің арғы рухани қабатыңызда тұр. Бұл жер, жақсы, жалпы мынау хор қыздары, бірдеңке деп айтып жүргендері, осы жердің жоғарғы қабаты, осы жұмақ. Оларда мысалы діндегілер тамсанып отырады ғой, ер адамдар. Ой, осынша хор қызым болады, анау-мынау. Мүмкін, потому что онда ойында солай тұруы мүмкін болатын шығар. Бірақ бұл жұмақ дегеніміз, кім Асель, шұқылап жіберші, свет өшіп қалды. Ана неден кнопкасын басып жіберген жоқсың ба? Светім өшіп қалып жатыр. Кнопкасы қосулы ма? Все, болды. Жоқ, өшіп қалды тағы да. Болды. Сол бағанағы хор қыздары деп жүргеніміз сол ортаңғы астралды, яғни жұмақта. Ол жерде мысалы рухтар ол демалатын жер дейді. Жер жалпы, ол жақта жерді тозақ деп айтады. Жер планетасын тозақ. Сен тозақтан кемелденіп келсең, вай дейді, кәдімгідей трамплин жер деген. Басқа планеталардың да айтатыны сол. Басқа қаншама галактика бар, сол жақтың тұрғындарының да айтатыны осы. Жер планетасы жалпы тозақ планетасы. Одан өту, анау қызыл жасыл нәпсіні қоздыратын нәрселердің бәрін жеңіп өту, это нечто деп кәдімгідей сізді бір соғыста жеңіп келген герой сияқты қарсы алады сіздің топтас рухтарыңыз ол жаққа барғанда. Бұл жұмақ. Кейбір рухтар кішкене қорқып, сол қабатта қалып қоюы мүмкін. Бағанағы ортаңғы қабатта, жұмақ деген. Бірақ ол жерде сіз не істейсіз? Кайфовать етіп жатасыз, хорошо, рухыңыз. Ары қарай енді адам өскісі келеді ғой, кемелденгісі келеді ғой. Маған да мысалы сұрайды, хорошо, сіз рух туралы айттыңыз, оян дейсіз, ояндық, үйттік, бүйттік, ладно, тозаққа түспедік, жұмаққа түстік, и чо болды ма, жерге не үшін келе береміз, мінеке, осындай сұрақтарға жауап бұл сізге. Жұмақта сіз не істейсіз? Ладно, демаласыз, мүмкін. Жердегі 100 жыл ол жақта бір күн сияқты. Уақыт деген ол тек қана жер планетасында. Басқа планетада, басқа рухтар әлемінде сағат, уақыт деген мүлде жоқ. Уақыт деген иллюзия деп айтатыны сондықтан. 100 жыл жатыңыз, хорошо, 200 жыл жататын бар. Но все равно адамның болмысы, рухани қабаты всегда жоғары болғысы келеді. Всегда өскісі келеді. Сол үшін әсіресе әйелдер қауымының сабылып іздеп жүретіні сол. Біресе фур етіп психологқа барып, фур етіп нумерологияны оқып, фур етіп түрлі қазіргі шутсяй деген ілімдерді оқып жүретіні сол. Біздің табиғатымыздың өзі сондай. Рухани қабатымыз всегда өскісі келеді, кемелденгісі келеді, бірдеңкені білгісі келеді. Ол біздің рухымыз, видите, соны қалап тұр, кемелденгісі келеді. Жаңағы жұмақта сіз неше уақыт жатасыз? Бірақ та, енді қарасаңызшы, таңдау еркіңізге ешкім қол сұқпайды. Сіз даже былығып астралға, тозағыңызға түсіп кетсеңіз де, рухтар әлеміндегі қасыңыздағы періштеңіз, яғни тәлімгеріңіз сізді күтеді. Пока сіз ойланып, жаңағыдай осознавать етіп, істеген ісіңізге өкініп, болды, все, мен енді ондай нәрсе қайталамаймын, тозақ деп елді қорқыта бермеймін деп өзіңіз кәдімгідей кемелденген кезде олар сізді күтеді. Все, жарайсың, болды. Енді үйіңе қайт. Через жұмақ
уже ары қарай сіздің тағдырыңыз ары қарай уже шешілетін болады. Ол ортаңғы қабат, ол уақытша нәрсе, жұмақ. Сіз жұмақта жата бермейсіз. Даже мына өмірде сіз шетелге барасыз, барған кезде кайфта, бағана ақшаны төлеп тастап, шетелде не бар ғой, тамақтары бесплатно сияқты, ана жерде ана тамаққа, мына тамаққа, қайсын жерін білмей, тек жынданып кете жаздайсың ана жерде, кайфта. А вот 3 күннен кейін, 4 күннен кейін уже білесіз, что-то бірдеңе жетпейді. Кайф өмірден мен шаршап кеттім дейді. Адам кайфтан шаршайды. Ең жаманы сол. Анау дүние жетпей тыпырлап жүргеннен гөрі кайф болып шаршаған қиын. Когда сенде бәрі бар, сен сөйтіп шаршаған кезде өте қиын. Мынау бай адамдардың балаларының наркоман болып кетіп жатуы, және де январдан бері көріп жатсыздар, иә? Дүниеге таласқан патшалардың отбасы. Ол байлықта адам деген совсем тозып кетеді. Абай да соны айтқан ғой. Адамды тоздыратын барлық байлық. Енді сіз жұмақта жүрсіз, хорошо кайфовать етіп, сіздің уже рухани тәлімгеріңіз келеді. Че там деп? Отыра бересің ба осылай? Өспейсің ба деп? Өйткені енді рухтар әртүрліміз ғой, біз бір топтамыз. Соның ішінде бір несі болады, продвинутылары болады. Олар уже өсіп кеткен кезде рухани, ол келесі қабатқа өтіп кетеді да. Сен уже класста қалып қойып жатсың, көрдің ба? Класста қалып қойып жатсың, жерге түстің, ештеңе бітірмедің, қайттан келдің, жерге түстің, бітірмедің, қайтып келдің. Жұмақта жүрсің, бірақ сен ана ортаңғы қабаттан ары қарай өте алмай жатсың. Астралды қабат, менталды қабат деп Ақсарбас кітабында айтатыны осы жалпы. Ортаңғы қабат, жалпы 3 қабат. Ал ана жоғарғы нәрсе, когда сен жерде осы нәрселерді түсініп, адамдардың бәрін жақсы көріп, кешіріммен қарап, қыбырлаған жәндіктен ана жайқалып тұрған ағашқа дейін жақсы көрген кезде, и сол нәрсені түсіндірген кезде, сен біреуге бірдеңке берген кезде, энергияңмен болсын, махаббатыңмен болсын, сен автоматом рухани түрде кемелденесің, өсесің. Уже сен бағанағы ортаңғы жұмақта жүрдің, енді саған уже жоғарғы, одан да жоғарғы қабат бар. Ана пайғамбарымыздың 7 қат деп отырғанымыз. Ментальный әлем, ең жоғарғы қабат. Сол жоғарғы қабатқа баруға сізге уже путевка беріледі. Ал ол жаққа бару, это нечто. Бүткіл ілім, ғылым, планеталардың жасалуы, басқа қандай планета бар, басқа планетаға путевка, саған барлығы сол жақтан беріледі, сол жақта анық болады. Және біздің көз ашық, көкірек ояу болған пайғамбарларымыз сол жақта жоғарғы деңгейде отыр олар. Жоғарғы деңгейде отыр, және де одан ең жоғары ол Құдай. Құдайдың қасына бару, Құдайдың энергиясын сезіну, ол әр рухтың арманы. Генерал болғысы келмейтін солдат жоқ дейді ғой. Сол сияқты, сонда не үшін келе береміз деген сұрақ қоясыздар ғой. Кемелдену үшін, Құдайдың қасына бару үшін. Біз әу баста Құдай бізді жаратты да, давай кемелденде қайттан қасыма кел деді ғой. Біздің немізде сол тұр, подсознаниемізде сол тұр, рухани қабатымыздың арманы сол, миссиясы. Кемелденіп, Құдайдың қасына қайттан бару, қайтадан бөлшегі болып қосылу. Неке біздің арманымыз осы жалпы. Ал жерге келгеннен кейін көрдіңіз ба, түрлі шектеулер аяғыңыздан тартып, қақпанға түсіріп алады да, сізді бітті. Содан ұсталып қаласыз. Ана бағанағы кесе толып қалады да, уағызбен, бірдеңе-шірдеңелермен уже оның ондай адамға көмектесу өте қиын. Миын қозғалту қиын. Даже фактпен тек қана ол адам бағана жатқызып қойып терапия кезінде рух сөйлесе ғана сенеді, көзімен көрген кезде ғана сенеді. Әйтпесе сену өте қиын. Әсіресе ер адамдар, олар бір рамкаға тығылып қалды ма, бітті. Ну хорошо, ол ер адамдарға хор қызы бар деп айтайық. Бар, ол жұмақта отыр. Бірақ әр қарай ол кету керек қой. Әр қарай не істеймін деген сұраққа олар жауап бере алмай қалады. Хор қыздың қасында жүрдің, кайфовать етіп, қашан жүресің енді? Ол по-любому өсуің керек қой сен.
ол мысалы көрдіңіз ба, адам өліп қалғаннан кейін де мәселе шешілмейді. Өліп қалып ана жаққа барып жұмаққа барды, ол жұмаққа барған рухтың өзі уже жоғары жақта қалып тұрады. Құдай басқа жақта тұр, көрдің ба? Оған өскісі келеді. Ал оған бару үшін сен мына жерге келген кезде сен бағанағы бұның бәрін білмейсің ғой, енді айтылмайды, айтылған да жоқ, осы неше ғасыр болды. Жерге келгеннен кейін біреуді ренжітіп қоясың, біреуді өлтіріп қоясың, немесе саған қастандық жасалады, небір дүниелер аяғыңнан шалады. Осының барлығы бір-бірімен битіп қалған кезде ол сен өмірдегі тәжірибені ала алмай қалдың, бітіре алмай қалдың миссияңды. Сонымен карма дейді, кармаға айналады. Бағанағы топтас рухтар бір-бірін ренжітіп қояды, бір-біріне бағана қастандық жасап қояды. Енді ол бітпей қалды ғана шаруа, екеуінің миссиясы бітпей қалды ғой. Енді арасындағы мәселені шешу үшін жерге қайта келе беретіні сол. Реинкарнация деп отырғанымыз сол. Яғни өзінің мәселесін шешу үшін, жердегі сабақты емтихан өткеру үшін, рухани кемелдену үшін жерге түседі. Бұл рухтың басқа тәнмен қайттан түсуі, ол реинкарнация деп аталады. Ал инкарнация дегеніміз, ол тән бір-ақ рет беріледі, жанат өмірге бір-ақ рет келеді. Инкарнация деп отырғанымыз сол. Дінде осы екеуін инкарнацияны айтады, реинкарнацияны айтқызбайтыны сол. Енді ол кезде заман басқа, мүмкін ақыры өмірге келе берем ғой деп неше түрлі қылмыс жасап қояды деп ойладым екен. Бірақ видите, ол шектеу уже шегіне жетті. Адамдар одан неғып жатқан жоқ, сабақ алып жатқан жоқ. Ал егерде ол адамға түсіндіріп айтсаң, сен өмірге келе бересің, өссеш құрсын, қайтадан келіп эволюциялық жолмен тіпті сен төменгі деңгейге басынан бастауға тура келетін жағдай болуы мүмкін. Мысалы, түрлі адамға қиянат жасап неше түрлі адам бар ғой, мысалы наемный, мысалы убийца жалдап біреуді өлтіріп ақшаға тоймай сондай өмір сүретін адамдар бар. Олар шошқа қылып жіберетін келесі өмірге келген кезде. Надо тебе это? Адам бол келгеннен кейін. Рухани кемелден. Сен қасында сені біреу ренжітіп жүрма, значит, ол рухпен сен ана жақта бір топсыңдар, екеуің келісіп келіңдер. Давай енді атқар. Жақсы көру арқылы атқар. Мына өмірде бәрі тірі. Өмірде бәрі тірі. Шөп те тірі, ағаш та тірі, тау да тірі. Біз просто оны түсінбейміз, басқа измерениядамыз біз. Ал егер оны көретін болсақ, біздің шақшадай басымыз оны көтермейді просто. Осыны көрген адамдар да бар. Жаңағы баяғы сопылар, зікір оқыған, одан кейін жаңағы намазы деп жүргендер. Оның түпкі мағынасы ол бағанағы ғайып әлемімен барып, байланысып, информация алып келу. Қаттан неге Қожа Ахмет Яссауилар, мысалы, рухтары ұшып барып келіп отырған ғой. Олар сол кезде қылуетке жерге түскен кезде олар кәдімгідей бағанағы астралды қабатымен, өзінің рухани қабатымен барып келіп отырған. Сол үшін зікір оқыған. Ал бізде қазір бәрі автоматом кетіп қалды. Намаз оқыса да автоматом, қорыққаннан, тозақтан, біреуден ұялғаннан. Яғни кім не істеп жатыр, соны істеп жатыр. Как зомби, осылай. Ал сен нақты кімсің? Айналаңда адам жоқ, бұл планетада жалғыз өзім тұрам деп ойлашы. Вот солай өзіңді тыңдап өмір сүретін болсаң, сен инстаграмдағы сен, қасыңдағы еліктеп жүрген адамға еліктеп жүрген сенмен шынайы сенің болмысың мүлде басқаша, екі бөлік. Сондықтан осознавай, оян деп жүргеніміз осы. Тек қана жер планетасы емес, миллиардтаған, айттым ғой, 300 миллиард галактика әзірге ашылмағаны әлі өте көп. Сол планеталар барлығы енді ішінде жер планетасы ғана осындай адамдар тілге, дінге бөлінеді, сөйлеседі және. Ал басқа планеталарда олай емес, ментальды түрде. Олар ойша сөйлеседі. Және де тек қана уақыт жерге беріледі. Жерге уақытты беріп тұрғаннан кейін ақ білуге болады, что біз бұл жақта кемелдену үшін, сабақтан өту үшін, емтихан тапсыру үшін келдік. Түсіндіңіздер ма? Сосын не бар?
Жан Жиханы парақшасында менің соңғы еңбектерім бар жазылған. Сол жерде көре аласыздар. Бидейді соңғы кезде қойып жатқан көп адамның сұрағы маған: мен миссиямды білгім келеді. Өмірге не үшін келдім, соны анықтағым келеді. Көп адамның сұрағы осы. Сол сұраққа ана бір ненің Долореспен тағы қасындағы бағанағы адамның рухы сөйлеседі ғой. Сонда керемет жауап бар. Сен өмірге сансыз рет келесің дейді. Бір өміріңізде мүмкін бір сондай төңкеріс жасаған, мықты, алға деп ұмтылған батыр болуыңыз мүмкін. Немесе өмірге келесіз, мысалы кейбір адамдар болады, бірнеше істі қатар алып жүреді, шикарно алып жүреді. Бір жерден бастығы, сонша компания ұстап отыр, бала шағасы бар, короче, идеальный да бәрі. И соған таң қалып қарайсың да, мен де осындай болғым келеді, осындай жұмысты, сөйтіп қараймыз біз. Ал миссия деп, және қыздардың мен түсінгенім, миссия деп олар өмірде міндетті түрде жұмыс істеу керек. Менің миссиям мүмкін банкир болу шығар. Менің миссиям может мынандай сурет салу шығар. Мінекей осылай деп сұрайды. Миссия деп отырғанымыз бұл жерде деп жазылған. Сен сансыз рет өмірге келесің. Бағанағы, возможно, бір келген кезде сондай бірнеше істі алып жүретін, алғыр сондай мықты адам болып келетін шығарсың. Жаңағы жұмақ сияқты, жерді вообще тозақ планетасы, еще жұмақ планетасы дейді. Ал кейбір өмірде бағанағы жұмақта рух демалады ғой. Тәнде жанды біріккен кезде жерге түскенде демалу үшін, демалып барып миссиясын атқару үшін тыныш өмірді таңдау әбден мүмкін. Жаңағы бұрынғы өмірде бір батыр болған, сондай бір мазасыз, сондай бір мықты болған адам келесі бір өмірде ол көш, мен 4-5 балам болсын, соларға тәрбие берейін, махаббатымды берейін, мейірімді берем, болды. Сөйтіп ақ миссиямды атқарам дейді рух. Осындай да миссия көп. Сол қыз келіншектерге түсіндіріп отқаным. Мен үйде отырып қалдым, мен баламен отырып қалдым, мен қарайып қалдым, мен миссиямды білгім келеді, бұл емес қой менің миссиям дейді. Айтып тұрмын ғой. Ол миссия деген міндетті түрде ақша тауып, миссия деген міндетті түрде бір жерде жұмыс істеп, сол дүниенің артында жүру емес. Сіздің миссияңыз, жалпы адамның миссиясы кемелдену ғой. Сіз үйде отырып ақ сол балаларға, мысалы 4-5 балаңыз бар шығар, тәрбие беру арқылы, оған махаббатыңызды беру арқылы, шуақ шашу арқылы, жаңағы жолдасыңызды жақсы көріп, ыстық тамағын істеу арқылы сіз миссияңызды атқарып жүруіңіз мүмкін. Соны ақырын ойлап көріңізші, сіз өміріңізді сарапқа салып көріңіз. Кейбіреу айтады, мысалы, ой, мен мұғаліммін, ой, мен садикте істеймін, мұғаліммін, айлығым аз, таңнан мынау, короче, мектепке, тәнімді сүйреп апарып, сөйтіп жүрмін деп. Ал сіз соған басқаша қараңызшы. Сіз мүмкін ана жаққа барған кезде сондай бір адамдарға көмек беру үшін, энергияңыз арқылы, балаларды жақсы көру арқылы, ілім беру арқылы, көзін ашу арқылы сіз миссияңызды атқарып жүрген шығарсыз. Просто рухани көзбен қарау керек бұл жерде, көкірек көзімен. Біз анау көбінесе сырттағы жылтыраққа не қыламыз да, ешкім емеспіз деген нәрсе тұрады да бұл жерде. Мен мұғаліммін, айлығы аз, мен ешкім емеспін, мен анандай емеспін деген тұрады. Олай емес. Сіз миссияңызды қазір-ақ атқарып жүрсіз. Просто басқаша көзбен қараңыз. Түсіндіңіз ба? Ол деген энергия арқылы, бағанағы балаларға ілім беру арқылы. Ал сіз просто так сүйегіңізді бітейіп, тәніңізді сүйреп мектепке барған кезде, ана балалар қатты сезеді. Қазіргі балалар тем более сезеді. Мына соңғы келіп отқан ұрпақтар қуды деп өткенде бірдеңелерді жазды. Мен сізге гарантия беремін. 60% инопланетный балалар, басқа галактиканың балалары жерге, қазақтарға көп түсіп жатыр. Сансыз хат келіп жатыр. Менің балам анау, потому что 8-7 жасқа дейін баланың несі ашық болады, рухани қабат. Әлі жердегі мусорға толтыра қойған жоқ. Ашық болады, әңгімесін тыңдасаңыз, ақырын айтады. Мен ана планетада болғам, ол жақта мынандай, ол жақта мынандай деп. Сол кезде оны
жап аузыңды, немесе не сандырақтап отырсың, анау мынау деп келе кетпеңіз. Ақырын информацияны біліп алыңыз. 7-8 жасқа дейін бала айтады. Одан кейін барып оның миы толғанда, ол уже бергі қабатқа өтеді да, жүреді сосын біз ұқсап маңырап, ананың артынан, мынаның артынан, ананы әулие жасап, мынаны әулие жасап, тұлға болуды ұмытып кетеді. Кішкентай бала кішкентайды періште дейтіні сол, ол өтірік айтпайды. Және де сол келіп жатқан инопланетный балалар соңғы өте продвинутый, олар ана мұғалімнің айтқаны емес, ол мұғалімнің энергиясын сезіп тұрады. Ол мұғалім, когда балаларға шын миссиям менің деп білім беріп, сөйтіп тұрғанын ол сезетті жақсы көреді. Ал қанша жерден қымбат мектепке оқыды, ол ана мұғалімнің өзі осознавать етпей тұрса, өмірге не үшін келгенін, миссиясын, жалпы ақша үшін ғана жұмыс істеп жүрмін деп ойласа, ана бала сезеді. Сол үшін қазіргі балалар мектепке барғысы келмейді. Жаңағы бала бір жақта, мұғалімнің несі бір жақта, екі түрлі болып жатқаны сол. Одан кейін бізде айтып тұрмын, мектептегі білім беру жүйесі Совет одағынан қалып қойған. Ол кездегі адамдар басқа, қазіргі адамдар басқа. 6 сағат бойы балалар қақшиып отырғаннан оларға қызық емес білім. Оларға более еркіндік керек. Более еркін түрде әдемі жеткізу керек. 1-2 жылда негізі білім беру жүйесін сәл өзгертпесе қиын болады ау. Бұл жерге менің ешкім емеспін, бірақ мен көріп жүргенімді айтып тұрмын, және мен көпшілікпен жұмыс жасаймын. Сол көпшіліктерден келетін хаттардан оққаным. Сосын мына жерде былай дейді, қараңыздар. Жерге не үшін келеміз дейді рухтар. Маман сұрайды ғой, сендерде ол жерде білім орталығы бар, сендер рухтардың бәрі кемелсіңдер дейді. Біз ана әлемдегі ана жақта болғанда. Не үшін сендер жерге келесіңдер, жақта оқи бермейсіңдер ма дейді. Сонда ол айтады. Мына жақтан қарағанда үйрену жеңіл, бірақ мұнда жердегі сезім жоқ дейді. Ал жерде адам жаны күнделікті күйбен тірліктің мәселелеріне бас қатыра жүріп, даналық үйрене алады. Басқа адамдардың кемшілігіне, әлсіздігіне төзіммен қарап, сабырын шыңдайды дейді. Соған орай рух жылдам әрі қарқынды түрде жетіле алады дейді. Біз, яғни осы қиын, жан-жақтан бүйтіп жеп жатыр ғой бізді. Сен мынаны шын сөйлетіп жатыр, анау деп сені біреу тозақпен қорқытып жатыр. Бір нормальный адам бірдеңе айтып жатса, ол шайтан дейді, ол жын дейді. Мына жақтан біреуге былай қысады, кредит былай қысады, в общем, жан-жақтан қысып жатқан кезде, сөйтіп жүріп адам деген бүйтіп ұмтылып кетеді да кемелдікке. Мен деп өзін іздеп жоғары қарай тұлға болып кетеді ғой. Соның ішінде дейді, сөйтіп кеткен адам тез рухы бағанағы өте алмай тұрған жұмақтан ары қарай өтіп кетеді дейді, жоғары қабатқа. Кемелдену дегеніміз сол. Сондай-ақ рух болып жатқан оқиғаларды дұрыс қабылдай алмайтын болса да, жерге қайта жіберіледі. Оған өмір толқында осы оқиғаларды қай қырынан қарастырудың дұрыс болатынын үйретеді. Жердегі өмірге келмес бұрын адам кармалық тепе-теңдікке баға береді, және осы жағдайда және осы кармалық баланста оның қай тұсынан келіп, жақсылап, таразылап, тазартуға болатынын қарастырады. Рухани ұстаздар оларға өмірінде кездесетін түрлі жағдайларға қатысты нұсқау беруі мүмкін, бірақ ешкімді өз қалауына қарсы өте жағымсыз жағдайға итермелемейді. Мынау Құдайдың бір несі, бізге берген нығметі дейікші, таңдау еркімізге қол сұқпайды. Жұмақта да, жаңағы төменгі астралда да сіздер тозақ деп жүрген. Хорошо, тозақ бола берсінші. Және осы өмірде де біздің еркіндігімізге қол сұқпайды. Біздің жүрегімізге әу баста жауапкершілік, ар-ұят және еркіндіктің дәнегін еккен. Сол арқылы сен осы өмірде өз жолыңды табуың керек. Ал Құдай даже сенің қасыңда қылмай, осы өмірде де, ана өмірде де жүрген тәлімгерің, ол сенің таңдау еркіндігіңе қол сұқпайды. Менің айтып жүргенім сол. Күнде маған ақыл айтады. Сен ананы оқышиш, ана ұстазды оқышиш, құрсын, адасып бара жатсың ғой. Сен бүйтшиш, мен айтамын, сен кімсің деймін да, сен кімсің маған таңдау еркіндігіме қол сұғатын. Сен Құдайға қарсы келіп тұрсың ғой. Қол сұқпа. Мен өмірде өзімнің сабағымды, өмірде сабақ миссиямды өтеп жүрген адаммын, құрсын. Хорошо,
егер дұрыс іс істемесем өзім жауап берем. Тек таңдау еркіндігіңді өзіме берші. Мен де мысалы сіздерге байқайсыздар ма, үйт деп айтпаймын. Мен просто мынақта практикада не көрдім, не оқыдым, және адамдардың рухы не айтты, соны ғана айтамын. Және де бағанағыдай тозақ, жын деп айта бермеңіздер. Сіздер сол қабатқа түсіп кетесіздер. Айтылған сөз, адамның ойы барлығы орындалады, және соны көреді. Түрлі қазір жанандай не шетелде ол зерттелген нәрселер, бағанағы айауаски дейді, соны ішетін адамдар бар. Олардың да көргені осы. Қатты дін жолында тозақтан қатты қорқатын адам жаңағы шөпті ішкен кезде бірден төменгі қабатқа түсіп кетеді де, тозақ туралы не ойлайды, соны көреді. Ары қарай уже оған мүмкіндік берген кезде ол шыңғырып қашады да, жаңағы шөпті ішіп алғаннан кейін есін жиғанша жаны шығады. Сол айтып жүрген тозақ дегеніміз. Көп айта бермеңіздер. Лучше ол деген кішкентай баланың әңгімесі. Осындай ғылыми жолмен адамға түсіндірсеңіз, 21 ғасырдың адамы түсінбейді емес, түсінеді. Ойбай музыка тыңдасаң ширк, ілімнің бәрі ширк дейтіндер бар ғой. Ойлаңызшы, кішкентай баланың әңгімесі, Құдай-ау, 21 ғасыр. Ақыр заман емес, жаңа дәуір келді деп жатыр мына жақта. 5 измерение деп жатыр. Айналамыздағы жүрген адамдардың бәрі басқа галактикадан келгендер. Просто біз соқырмыз, көрмейміз. Егер көретін болсақ, біздің санамыз оны көтере алмайды, достар. Бүгінгі тақырып болды ғой деймін. Так, бір комментарийді қоса салайын. Мен сақтап қояйын, эфирді. Ой, мына жақта қоймай жатыр. Құран кітап жазулары өзгермеген, Библия жазулары өзгерген. Енді оған мен ешқандай да не қылып жатқан жоқпын. Құран кітапты сіз, Еркінбек мырза, талдап бере алмайсыз маған. Мен сізге Құранды талдап бере аламын. Мына жазылған нәрселерді мен сізге Құранмен келтіре аламын. Құранда шегірткеше тұрасыңдар деген сөз бар. Бүгін Ләйлі Құндықбаймен таңертең сөйлесіп, сол кісі айтып жатыр. Осы жылда 2022-де мына сансыз бір уақытта Америка елінде сансыз шегірткелер шығуы мүмкін. Құранда барлығы жазылған. Одан кейін оқылап отырасыз дейді. Таргамзол киіп алыппын. Алдына ашып қояйын. Эфирді сақтаймын, хорошо. Жаңа ілім, мына қараңыздар. Құранда жазылған нәрселер біз бұған дейін бас көзімізбен оқыдық. Бас көзімізбен оқыдық, прямой айттық. Не жазылған соны. Ол жерде кеше біреу айтып жатты, ақыр заман боларда таулар демалады дейді. Бірақ та оны да мен сіздерге түсіндіріп айтамын. Ештеңе бекер емес. Ақыр замандағы нәрселердің барлығы болып жатыр. Бір көзді дәджал дейді. Сіз әлемді бүйтеді, сөйтеді дейді. Доллардың артын қараңыз. Неге тұр? Бір көзді тұрма? Барлығы болып жатыр. Айналайын-ау, қараш. Қараңғы бөлмеден шықты, просто қараш, бүйтіп, дұрыстап. Бәрін қоя тұр. Дін анауынан қоя тұр, бағанағы сізді қорқытып жүрген мынау түрлі секталардың әңгімелерінде қоя тұр, уағызда қойда. Әлемге қараш, не болып жатыр? Кешегі алып дүние жүзін басқарып отырған мемлекеттің халқы біздің табалдырығымызды тоздырып квартира таппай жүреді деп біз ойладық па бір жыл бұрын? Ойлаған жоқпыз. Сол сияқты біз ойламаған, біздің шақшадай басымыз жете бермейтін дүниелер әлі болады. Жаңа ғасыр деп жатқанымыз сол. Көз ашық көкірегі ояу діндегі азаматтар жоқ емес бар. Олар да сөздерінде жаңа дәуірдің келе жатқанын мойындайды. Кемелдену үшін не істейміз дейді. Үгіттеуші. Нені үгіттеп жатырмын? Үгіттеуші, адасушы, осындай сөздерді одан аспаймыз. Тоже тар шеңберден тозаққа барушы, үгіттеуші, адастырушы.
Не үшін, қай жерінде? Нақтылап сұрасаң, ары қарай жауабы жоқ. Не үшін адастырушы? Сіз өзіңіз дұрыс жолмен жүрсіз бе? Айналайын-ау, сіз жерге келіп памятіңіз өшкен жүрсіз ғой, таппай. Бәріміз адасып жүрміз. Бәріміз түзу жол таппай жүрміз. Мүмкін мен де адасып жүрген шығармын. Хорошо, сіз менен керегіңізді алыңыз, керек емесін алмаңыз. Анадан тыңдаңыз, керегін алыңыз, керек емесін алмаңыз. Бізде сол баланс жоқ, таразы жоқ. Сіз біреуді тыңдайсыз ба, бітті, ол сіз үшін әулие, ол Құдай. Соның артынан бүйтіп жүресіз, сабағын сатып алып, бірдеңесін сатып алып, әйтеуір соның құл боласыз. Ал сіз тұлға болсаңыз, бәріне нейтрально қарайсыз. Керегіңізді аласыз, керек емесін алмайсыз. Керегіңіз, потому что ол да адам, ол Құдай емес. Мен де адаммын, мен де адасам. Ол да адам, ол да адасам. Сіз керегіңізді алыңыз, керек емес, лақтырыңыз. Баланс жоқ. Надандықтың бір белгісі баланс жоқ бізде. Кім әдемі сөйлейді, соның артынан кетеді, бітті, соның құлы боласыз. Сәлеметсіздер ме? Миссиямызды қалай білеміз? Мен сізге бағана түсіндіріп айттым миссияны ақшадан. Неге дін бас айналдырады дейді? Неге дін бас айналдырады? Енді ол кезде заман басқа, қараңыздар. Даже Қожа Ахмет Яссауидің әңгімелерін оқып отырсаңыз, даже соның баласының басын кесіп алып келген ғой, қауым депші. Заманды ойлаңыз, қандай екен. Мұхаммед пайғамбардың заманы қандай болды, адамдары қандай болды. Бұндай шектеумен оларды ұстамаса болмады. Мына дін, Құран деген ол адамды ізгілікке салатын, тәрбиелейтін құрал. Я, ол керек, біздің жанымызға керек. Но кемелденген қазақ бар. Қазақ деген басқа ұлтпен салыстырғанда ол өте дана халық. Егер де біз өзіміздің рухымызды оятатын болсақ, бұндай шектеулер бізге керек жоқ болады. Біздің дәстүріміздің өзі ол деген үлкен тәрбие қазақтың. Шариғат бойынша шашың не көрсетесің деп ер адамдар жазады. Айтып, айналайын, шариғат бойынша. Егер шариғат десек, онда шариғат бойынша, білесіз ба, әйелді аласыз әйелдікке. Ол сенің әке-шешеңді бағуға міндетті емес, сен балаңды бағуға міндетті емес. Шариғат бойынша, шатастырмаңыздар. Бала туады әйел, и королева. Жүреді, магазинге барады, кайфовать етеді. Еркек баланы бағады, ақша табады, үйдің тамағын істейді, үйдің таза, шариғат бойынша. Егер на то пошло, шариғат бойынша жүретін болсаңыздар. Ал қазақтың дәстүрі ондай емес. Қазақ всегда ізгілік сыйлаған, ата-енесін сыйлаған келіні. Қайын-сіңілі, даже қайын-сіңілі, қайын-інілерін атын атамаған ғой, оларға кәдімгідей еркем, сондай сылқым деген сияқты әртүрлі ат берген. Бір-бірінде мынандай мықты сыйластық болған біздің қазақ деген. Қазақтың дәстүрін оқыңыз, біз дәстүрімізді жаңғыртуымыз керек. Түрлі сектанттардың бітіп қалған нелеріне құтылу үшін қазақтың дәстүрін бүйтіп жамылып алған орамал менен сұрайды, мысалы, өткенде Египетте ана қазақ келіншек сөйтіп оранып, не біздің ұлттық киімімізді киіп алған деп не айтарымды білмей қаласың. Ұлттық киіміңді киіңіз, хорошо дейік, төбеңіз жаққыңыз келіп тұр ма, ақ орамалмен ақ жаба салыңыз. Өзіміздің қарашы қандай әдемі қазақша киімдер. Ұлттық киімімізді жаңғыртып, ұлттық дәстүрімізді жаңғыртайық та, айналайын-ау. Сөйтіп қана біз қазақты аман алып қала аламыз. Өте төменгі вибрацияға түсіп кеткен, тозақты толтырып жатыр қазіргі қазақтар, және мына түрлі дінмен қорқытып жатқандар. Тозақ деген адам тозаққа барады. Ол 100%, 100% бұл доказанный нәрсе. Я, 16 жастағы ұлым тозақ жын дегенді айтпаңызшы, ұнамайды деп тіке айтады. Ол өте дұрыс айтады. Өте дұрыс айтады. Айналайындар, жын сайтан сөйлетіп жатыр деп айтады да діндарлар. Мен айтым, періште деп не айтпайсыңдар? Періште қайда қалды? Шашын көрсетсе, жын, былай сөйлеп жатыр десе, жын сөйлетіп жатыр. Өткенде Марстан келген бала маған действительно кездесті. Ол кішкентай бала бүткіл әңгіме. Тіпті ана планетада не болып жатқаны, жаңа жер қандай, жаңа планета қалай салынып жатыр, барлығын айтып тұр. Енді соны жаңа оны айтқызып жатқан жын дейді. Мен айтам, неге жын? Неге періште деп айтпайсыңдар? Жыны көп адам жынды айтады постоянно.
тозаққа барғысы келетін адам тозақты көп айтады. Сөзге сақ болыңыздар. Орындалады 100%. Можно по-русски дейді. Қазақша сөйлеймін, ол орыстарды тыңдап алыңыз. Қазақтың жерінде қазақша киініп отырып орысша сөйлеп отырсам енді. Адамдар расында оянып жатыр дейді. Оянып жатыр. Оны ендігі эфирлерде айтамыз. Неге оянып жатқанын. 5-і измеренияға өтіп жатыр жер. Қалай біз көрмейтін измеренияда Галактика Федерациясының солдаттары жұмыс істеп жатыр. Қазір менің қасымда 10 тұруы мүмкін, сіздің қасыңызда 5-6 тұруы мүмкін. Ол бірақ біз оларды көрмейміз. Оны Многомерная вселенная деген кітап бар, 5 тома. Мен пока 5 том кітап аудартып жатырмын. Ананы оған енді қаржы керек, сөздің шыны керек. Ол енді халықтан кітап аударам деп ақша жинау ыңғайсыз. Тағы да әбден халық шошып қалған, мынау түрлі ақша жинағыштардан. Мынау да ақша жинау үшін бірдеңе шығарып алды дейді ғой. Сол үшін мен сіздерге ештеңе демедім. Құдай риза болсын, кеше Айнұр Асанберді мойнына алды, сол кітапты аударып шығарып берем деді. Соны оқысаңыздар, өте түсінікті, өте керемет кітап. Көп нәрсе білесіздер. Не үшін қазір адамдардың санасы оянып жатыр? Не үшін оятып жатыр? Кім оятып жатыр оларды? Басқа измерениядағы не болып жүргендер? Сол кітапты оқысаңыздар түсінесіздер. Жеңілдік пайда болады жүрегіңізге. Почему? Потому что біз деген не осознаем. Күнде тозақ. Инстаграмда ашып қалшы, тозақтың тең жартысы әйел дейді. Тозақтың жартысы әйел емес, тозақтың жартысы тозақпен қорқытатын адамдар. Ойыңыз орындалады. Потом мен сіздерге мынаны айтайын деп едім, қараңыз. Келесі тақырып, Жан-Жихан парақшасында кешегі өмір кітабы бар емес пе, тағдыр кітабы деп айтамыз, сол туралы жазылып жатыр. Әр абзацты сіз мылжыңдып оқымай қоймаңыз. Маман мен жаңағы клиенттің арасындағы рух сөйлейді ғой, ол өзі емес. Мылжыңдап оқымай қоймаңыз, әр абзацына мән беріңіз, түсініңіз. Сіз барлық сұрағыңызға жауап тұр сол жерде. Бұл тақырыпты бітеміз, тағдыр кітабы. Одан кейін 5-ші тарау бізде даналық ғибадатханасы деген бар. Енді мен сіздерге соны айтайын. Даналық ғибадатханасында үлкен храм бар. Жұмақты айтып отырмын мен сіздерге, рухани әлемдегі. Сол ғибадатханада рухтардың емдеу орталығы бар. Осылай тұрған кезде жоғарыдан нұр бөлінеді адамға. Ол жерде үлкен кезек. Ол кезекте жерде өмір сүріп, енді біз қаншама қиындық көреміз, түрлі жерде өмір сүру оңай емес қой, былайша айтқанда біздің рухымыз жараланады. Жаралы рухтарды емдейтін храм дейді ол жерде. Сол жерде айтқаны, біз дейді, жердегі қазір өмір сүріп жүрген тірі адамдар бар емес пе? Біз оларды күтеміз дейді. Олар осы жерге келіп емделсе болады. Қалай ол емделу керек дейді. Мамам сұрайды. Енді әр адам ғайыппен өзін байланысу құралы бар ғой, мысалы, біреу зікір арқылы байланысады, біреу намаз оқиды, мысалы, осознанно оқыса егер, намаз оққан кезде кәдімгідей Құдай әлеміне өтіп кету, ол сол негізі дұрысы. Немесе медитация жасайды. Тек ештеңе істей алмасаңыз да бүйтіп оңаша отырып көзіңізге елестетіп отырыңыз. Немесе ұйықтайтын кезде айтыңыз, менің рухым сол емдейтін бағана храмды қалай айтсақ болады, ғибадатханаға барсын. Сол жерден энергия алсын, қуат көзін алсын, нұр алсын, және де Құдай маған соны бер деп көз алдына елестетсеңіз, немесе түсіңізде сіздің рухыңыз міндетті түрде сол жерге барып, бүкіл негатив емделеді. Бүкіл нәрсе кетеді. И действительно сізге береді. Потому что мен өзім терапияны өткен кезде, мен сол жерде көрдім, өзім рухым көрді ғой, енді мен емес. Ол өте мощный, мықты адамға энергия береді, көзің жан тұрады, сен өте жоғарғы вибрацияда боласың. Төменгі вибрацияда жүрген адам белгілі, ол даже эфирде отырғанда да осылай отырады. Ал жоғарғы вибрацияда бағана энергия Құдайдан көп берілген адам, ол деген прям өз-өзіне сыймай жан тұрады и жан жағынан барлығына сол нұрды береді. Сол біз олар адамдарды күтеміз дейді, ол ғибадатханада да кәдімгі жұмыс істейтін рухтар бар ғой. Адам ойша түрде соны қаласа, менің тәнім, рухани қабатымды жаз,
менің бойымды жаз. Егер менің тәнімде қай бір жеріңіз ауыратын болса, сол жерге ойша барып, мені жаз деп төбеңізден кәдімгі нұр берілетіндей, и ол действительно орындалады. Потому что көрдіңіз ғой, каждый сіздің ойыңыз, каждый сіздің сөйлеген сөзіңіз, ол барлығы орындалып жатыр. Ментальды түрде орындалып жатыр. Ақсарбаздың жерұйық планетасы жасалып жатыр дейтіні де сол. Ол жерде отырып ментальды түрде аяқты бүге шегесіне дейін жасап отыр. Ал ол действительно жасалуда. Ал бағанағы галактика, который 300 миллиард ол анықталмағаны қаншама, оның барлығы адамның ойынан жасалуы мүмкін. Түсінесіз бе? Адам ойынан сіз ойыңыздың мықтылығы, сіз бір планета жасай аласыз. Өйткені инопланетный душалар сөйлеген кезде, кейбірі ойыншықтар планетасынан келеді. Түсінесіз бе? Бәрі ойыншық. То есть ол адамның ойынан жасалған планета. Ол неге ол біз как будто мүмкін емес нәрсе сияқты. Барлығы мүмкін. Соны біліңіздер, ойға сақ болыңыздар. Тозақ туралы айта бермеңіздер, түсіндіңіздер ма? Масондар деген кімдер дейді. Мен ондай, ол шыны керек бар ғой, не? Өте негативный тақырып, бірақ та олардың дәуірі өтті. Қазіргі күні сіздер даджал деп отырғандарыңыз сол. Бүкіл әлем долларға қарап отыр, оның артында бір көз тұр. Сіздердің айтып жүрген даджалдарыңыз сол. Олардың енді дәуірі аз қалды. Басты апалары кетті енді. Жер ауыл апа кеткеннен кейін тіпті жаңарып жатыр. Көрдіңіз бе? Бір адамның мүмкін емес нәрсе сияқты, мысалы. Элизабет рептилоидтардың мысалы үлкен баяғыдан кетқан ұстап отырған несі дейді, тірегі болды. Ол кісі кеткеннен кейін көп нәрсе өзгеріп кетіп жатыр, байқасаңыздар. Бірақ олардың қара ниеттілер жалпы жерде ұстап отырған олармен қазіргі күні ақтар қатты басқа измеренияда күрес болып жатыр. Ақ пен қараның күресі. Бірақ та біз барлығымыз осылай саналы түрде оянып, Құдайдан шын қалап, өміріміздің ғажап болғанын қалайтын болсақ, ойымыз түзеу болса, ниетіміз түзеу болатын болса, өмірде бәрі жақсы болады. Және де келесі жаңа дәуірде санасы ояу адамдар ғана жерге керек. Түсіндіңіздер ма? Жерге бағанағыдай бұрынғыдай қорқытып, үркітіп ұстап отырған адам просто керек емес дейді. Ақсарбас телеграмда 6-шы тыңшы дейді. 6-шы тыңшы емес, 6-шы саты дейді. 6-шы саты ұрпақтар ол біздер дейді. 6-шы сатының ұрпақтары, 5-шы сатының адамдары қандай оқымысты, қандай ғұлама болса да, 6-шы сатының адамы 5-шы сатының адамына ұстаз болады. Түсіндіңіз бе? Ол мүмкін емес нәрсе сияқты көрінеді. Ол қазір жаңа ілім ашылып жатыр. Тағы да үлкен ілімдер ашылады, біз дайын болуымыз керек. Құранда жазылған әлі ашылмаған дүние бар, оны кейін айтамыз. Ол нәрсе болуы мүмкін. Егер ол болатын болса, мүлдем адам біз ми жетпейтін нәрселер орын алады. Түсіндіңіз бе? Балам 1 жасқа толмай шетінеді дейді. Ол енді біз рухтар, ол жақта өздері шешеді. Қашан келеді, қашан кетеді. Кейбіреу тіпті передумать етіп қалуы мүмкін. Неге передумать етеді? Потому что ол енді все-таки болашақ өмірін көріп тұр ғой. Ол, возможно, мысалы бір қиын тағдыр тұр. Шешемді мысалы үйтіп ол өміріммен қинағанша, мен лучше келмей ақ қояйын. Келесі баланың тағдыры жазылады, мен сонымен келейін деуі де мүмкін енді. Ол практикадағы рухтардың әңгімесі. Бірақ та ештеңе бекер емес. Оның барлығы өмірде сабақ, барлығы тәжірибе, барлығы сол тәжірибе жинау. Соны біліңіздер, хорошо? Эфир сақтап қоям, хорошо? Енді қараңыздар. Енді тыңдап бастадым дейді. Жан Жихана деген менің парақшам бар. Сол жерде кітаптарды оқыңыздар. Содан кейін не бар? Еліміздің жағдайы қалай болады дейді. Еліміздің жағдайы өте керемет болады. Құранға сенесіз, бірақ дінге сенбейсіз бе дейді. Құранға сенемін, ағымдарға сенбеймін. Өз ойларымен адамды басқару үшін манипуляциямен тығып жүрген нәрселерге сенбеймін.
тозақпен қорқыту арқылы үркітіп ұстайтын нәрселерді сенбеймін. Мен Құранға сенемін, пайғамбарға сенемін. Және сол ағымдардың пайғамбарды пайдалана отырып, пайғамбарымыз былай айтқан, әйелдің бір тал шашы көрінсе тозақта үйтіп ілініп қалады, күйеу соған рұқсат етсе ол ілініп бірдеңе деген сөздерге мен сенбеймін. Ол өте қауіпті нәрсе. Пайғамбардың атынан кәдімгідей бағанағы лайлап, соны пайдаланып адамды манипуляцияда ұстауды қойыңыздар. Кредит манипуляция ма? Конечно, манипуляция. Мемлекетіңізде мына жақтан, мемлекетіңіз бір жақтан, діндарларыңыз бір жақтан, көрдіңіз бе? Адамды дейтін бүйтіп шектеп отыруға. Соның ішінен шығу, ол деген, конечно, рух кемелдену, рух жалпы. Қараңыздар, кедергі келдім. Рухтың рухани әлемде түстері бар. Жаңа жерге келіп өмір сүріп жүрген опыты аз рух ақ түсті. Одан кейін более такой өмірді көрген, жалпы кемелденген рух такой фиолетовый. Одан кейін сарғыш, ана душа деген мультфильмде байқасаңыз, тоже түстері әртүрлі ғой. Рухтардың түсі әртүрлі болады. Мына кемпірқосақ 7 түсті. Жерде не үшін ол кемпірқосақ тұрады? Кемпірқосақ ол сигнал, біздің рухымызға сигнал, рухымыздың тән жанға сигналы. Рухани әлемде біз ана жақта рухпыз, түрлі түстіміз бәріміз, әр қайсымыздың түсіміз бар. Есіңе алш деп тұр ғой бізге. Ол радуга, ол кемпірқосақ конкретно бізге символ, сигнал беретін, подсказка. Ойлан деп тұрады. Мен соны айтайын сізге. Біз оны қаяқтан, кемпірқосақ деп күшті екен дейсің де жүре бересің. Өмірде ештеңе бекер емес, жан-жағымыздың бәрі бізден тәлімгерлер беріп атқан сигналдар, саған жақсы болсын деп. Инстаграмнан бір постты көріп қойдың ба, өзіңе керек сияқты бір кітапты көріп қалдың ба, оның барлығы осознавай деп тұр, оян деп тұр. Өмірде барлығы бекер емес. Тәлімгерлер адамның еркіндігіне кіре алмайды, үйтсей деп, потому что біз өзіміз күшімізбен, мен қателігімді жөндеймін, өз күшіммен мен өмір сүремін, өзім мықты боламын, кемелденем деп келдік қой. Құдай саған бүткіл жағдайын жасап берді, тасыңа тәлімгерді, телехранительді қосып берді, сені Құдай жаратты. Одан кейін өзің өмір жолың шеңберін өзің сызып алдың, бір рухтан, бір топтан рухтар бірге келіңдер жерге. Енді өзім новый өмір бастап, мен өзім жол тауып кемелденемді, қиындықты бәрін жеңемді, сосын қайтадан сенің қасыңа келем деп Құдайға біз уәде беріп келдік қой. Енді Құдай уже айтты, хорошо, сен сабағыңды өткер, кемелден, мен саған сосын күшті путевка берем. Былай жалпақ тілмен айтатын болсақ. Енді давай, істе, сабағыңды өткер, емтихан тапсыр дейді. Біз жерге түскеннен кейін сол емтиханды тапсырмай қаламыз ғой, видишь, анандай түрлі қақпандарға түсіп қаламыз. Кредитің бар, мемлекеттің мына жақтан құлақтан теуіп неге тығып жатыр, мына жақтан деген ана біреулер дінді айтып қорқытып, мына жақтан қораға тығып жатыр. Бет ұрынып қаламыз. Ана жақтан біреу, сен миллионер болмасаң ты никто, машинаң болмаса ты никто, ақшаң болмаса ты никто. Ұрынып қаламыз да бітті. Не үшін өмірге келдік деп есің алып қалады. Ақшаның артынан кетіп қалады, опять есіміз ауады. Ақша бар, бәрі бар, ештеңе бірдеңе жетпейді. Рух басқа жақта, басқа нәрсе қалап тұр, миссиясы басқа. Түсіндіңіз бе? И сол нәрсе еркіндікке өтпейді, еркіндікке бізге не қыламайды, әсер ете алмайды тәлімгерлер, қасымыздағы періште. Өйткені ол Құдайдың да уәдесі сол, тәлімгердің де уәдесі сол. Ғаламның заңын бұзбайды. Сіз өзіңіз шкураңызбен, өзіңіз қателіктің бәрін жеңем, қопарам деп келдіңіз ғой, дұрыс жолды табам деп келдіңіз ғой, олар еркіндігіңізге кіре алмайды. Мына адамдарға айтатыным сол, сен бүйтпесең тозаққа барасың, мынаны оқы, мына біреуге жазыл, мынаны айт, мынаны айтпа деп сіз менің еркіндігіме кірмеңіз деймін да. Мен өзім ізденіп жүрген адаммын. Сіз хорошо бір дінге сендіңіз, мысалы, мен сізге осы күнге дейін сенген дініңіз жоқ екен, сіздікі бәрі өтірік екен деп мен сіздің еркіндігіңізге кірсем, ол болмайды. Жоқ, өйтуге болмайды. Сіз маған сөйтіп тұрсыз ғой деймін да. Маған айтып, көп адам айтпа, сен күнәһарсың, тозақ дейді, ондай нәрсе. Мен айтамын, сіз мен еркіндігіме кірмеңіз. Не айту, не айтпау керек екен, мен өзім білемін. Просто ұнамай ма, оқымай-ақ қойыңыз. Сіздерге де айтарым сол, бәрін оқыңыз, ізденіңіз, кемелдену үшін өмірге келдіңіз, ешкімді әулие көрмеңіз, артынан шапқылап кетпеңіз. Біз
бізде сол таразы жоқ, сіздер таразылай алмайсыздар. Біреу әдемі сөйлей ма, бітті, соның артынан кетесіздер, соған құл болып ақшаңызды беріп, короче, жүресіз, ол бүйтіп шалқып бүйтіп жүресіздер, құлақтан теуіп бар ғой. Сол үшін шайнап тұрып беріп жатырмын сіздерге бүкіл ақпаратты. Ана орысшасының өзі болмаған, орысшасының кітаптарын енді скачать етіп алып, қазақшаға аударып, мына жаққа сіздерге шайнап тұрып беріп жатыр. Сонымен ақ сіздер уже оқысаңыздар түсінесіздер. Кімсіздер сіздер? Қайдан келдіңіздер? Рух деген не? Тән деген не? Жан деген не? Өлгеннен соң сізді не күтіп тұр? Барлығы айтылған. Жұмақ, тозақ туралы да жақсы айтылып жатыр. Түсініңіздер. Соның барлығын түсінген кезде одан кейінгі тағы да өтетін тақырыптар бар сіздермен. Түсіндіңіздер ғой? Көріпкелдік қасиетке, емшілік қасиетке сенем, оларды рухани әлемде трансформатор рухтар деп айтады. Егер ол қасиетті ұстамайтын болса, бұл өмірде ол миссиямен келді ғой. Мен адамдарға емдеп, түрлі дертінен емдеп, көмектесу үшін келдім дейді ол емші. Рухының миссиясы сол. Ал ол оны ұстанбай, бастықпын деп тыңдамай сөйтіп жүреді де, бітті, құлатады адамды. Пока ол қасиетті ұстап, адамдарды емдеп, пока миссиясын орындамайынша, ол адам өзі ауыратын болады. Сол үшін оларды трансформатор рухтар деп айтады. Ақыр заман бола ма дейді. Ербол мырза, сіз ақыр заманда өмір сүріп жатырсыз. Ожирение неден болуы мүмкін? Ожирение дегеніңіз, бағанағы өзімнің немнен айтайын. Мысалы бір толық үлкен жігіт, андай как попало сөйлей беретін болған ғой. Білен бір арық болсам ғой, шіркін-ай, құрсын қандай болса да әйтеуір денсаулығы маңызды емес, сан болған арық болсам болды, шіркін-ай, арманым сол дейтін. Содан кейін кішкентай ілмеген өте аурушаң қыз болып өмірге келеді. Сөзге, ойға сақ болыңыздар дейтінім сол. Ожирение және де мынау тоже жоғарғы санамен байланысты адам өзіне блок қойып алады, защита қойып алады. Көп қиындық көрген кезде ол адамға осылай оянып, сәл батыл болу керек. Өзіне не қалуын білу керек. Возможно, мынандай өзіне защита, яғни елден қорқып постоянно мені ренжітпесін, мені бітпесін деп өзін тар қапасқа тығып қою. Ол да ожирениеге алып келеді. Дауысым алыстан естіліп тұрма, өкінішке орай мықты. Ақтау қаласында хакім деген кісі бар, ол кісі айтып келеді, многомерная медицинаны айтып келеді дейді. Я түсінсеңіздер, осы жалпақ тілмен барынша түсіндіруге тырысып жатырмын. Басында көп адам түсіне алмай қалды, бүйтіп қалды. Сондықтан үйлеріңізге аяқ киіммен кіріп келген адам сияқты болсам кешірім сұраймын. Бірақ та енді наушниктің әсері болуы мүмкін дейсіздер ма? Наушник, наоборот, микрофон екен деп күшті қылып сөйлеп атсам, алып тастайын онда, е? Так, көрейік қазір. Так, имамдар сізге сенбе деп жатыр ғой дейді. Енді сіз сұраңыз, неге олай дейсіздер? Нақты қай жеріне қарсыздар? Дін қарсы оған дейді. Мен де сөйтем. Қай сөзіме қарсыздар? Сен неғып реинкарнацияны айтасың? Неге айтпаймын? Ол ақиқат нәрсе ғой мынақты адамның. Даже сізді қазір жатқызып қойсам, рухыңыз басқаша сөйлейді ғой десең, айтпа деді ма, болды, айтпа. Айтпа дегесін, айтпа, сен күнәһарсың. 21-ші ғасыр қойсаңызшы болды. Баяғыда айтып тұрмын ғой. Адамның деңгейлері басқаша болған. Мүмкін қылмыс жасап, сөйтіп біреуден қарыз алып қайтармай қойып, сондайға кетіп қалады деп, әйтеуір шіркеудегі қызметшілер мен мемлекеттің бірігіп, соны алып тастауы. Реинкарнация туралы халыққа айтуға болмайды деген. Реинкарнацияны наоборот адамдарға айтқан кезде оянып жатыр қазір. Түсінікті, бәсе деп, мысалы, айтсаң дұрыстап, айналайын, сен жерге, Құдай сені жіберді, кемелдену үшін жерге келдің. Енді ана жақта жұмақтан да басқа жоғары қабаттар бар. Құдайдың қасына, дәргейіне жету үшін, Құдайдың қасына бару үшін сен осы өмірде нормальный өмір сүр, әр күніңді мәнді өткіз, Құдайдың берген нәрсесіне риза бол, жан-жағыңа шуақ шаш, жақсы көр. Сенің миссияң жақсы көру, қабылдау, мейірім беру,
қасыңдағы топпен, сен руханияны жек көретін адам жек көрме, сен ол рухани топсыңдар, бірге келісіп келдіңдер. Соның бәрін жақсы көргенде сен анаяқта автоматом өсесің, деңгей ары қарай Құдайдың қасына жақындайсың десең, онда адам деп түсінеді. Ал өмірге бір-ақ рет келу ол инкарнация. Ну понятно, это мен жаңа бір рет келіп отырмын. Дінде де осыны айтады. Мен ойлаймын, что діндегілер реинкарнация мен инкарнацияны ажырата алмайтын сияқты. Осылай түсіндіріп айтсаң, не қыласың сен осы өмірде былығып, мына жақта бірдеңе бүлдіріп үйтіп жүретін болсаң, елдің бәрін бағанағыдай тозақпен алдап, қылмыс жасап, бағанағыдай ақшаларын жинап, ананы салдырам, мынаны салдырам деп, сен кармаға ілігетін болсаң, сен төменгі айтып жүрген тозағыңа өзің барасың ғой, сосын қайтадан төменгі эволюциядан бастау тебе, надо тебе, қайтадан ол даже шегіртке жәндік болып келуі мүмкін өмірге, надо тебе деп түсіндірсең, адамдар түсінеді. Я так думаю. Ол кітап фантастика емес пе, дейді Зәмза ханым. Ол кітап фантастика. Сіздің, оказывается, мына біздің шын деп жүрген нәрсе өміріміз фантастикада, фантастика деп жүргеніміз шын екен. Мен ана «Матрица», «Люди в черном» деген киноларды енді көріп жатырмын. Оказывается, ол жерде конкретно шындықтар тұр. Мінекей, ал қараңыздар. Жеңгешка, темаңыз өзгеріпті ғой дейді. Менің темам өзгерді. Почему? Потому что адамның бәрібірде 30-35 жастан кейін адам или дінге ұрынады, или мынандай нумерология дейді, или психология дейді, ізденіп кетеді. 35 жастан кейін сен уже өмірді көрдің, жаның уже қалауын көрді, рух сені күтіп тұр ғой, рухани қабатың. Енді давай мені не қылсыш, мен миссиямды іздеп көресің бе дейді. Оны адамда вакуум дейді, бағанағы депрессияға түседі. Сөйтіп қой, 35 жастан кейін обязательно танымал, даже әншілер қарашы, тең жартысы дінге кетіп қалған. Рухани қабат бос, ол бір нәрсеге бағытталу керек. Бағытталады да, біреу дінге кетіп қалады, біреу нумерология, біреу психология өстіп кетеді. Мен соң бәріне болып шықтым. Бәріне кіріп шықтым мен, бәрін зерттеп шықтым, бірақ сырттай. Бірақ сіздерге бірдеңке айтайын десем, ол біліп тұрмын да подсознаниемен, что әлі толық емес, ар жақтағы сұрақтарға жауап жоқ. Сол үшін бәрін оқып келіп, ақыры рухани әлемден бір-ақ шықтым. Ана жақтың бәрін қопарып, оқып, зерттеп, адамның өмірге келуі, бана кармасы, бәрін оқығаннан кейін барып, мен сіздерге шығып айтып тұрмын да, қорытындылап, бүйтіп кеп, бұлай екен ғой деп. Сол багаж жиналғанша мен үнбеген жоқпын оған дейін. Енді өмірге келгеннен кейін еңбек ету керек, ақша табу керек, өз еңбегіммен киімдер тігіп, магазиндерім бар, бизнестарым бар, туризмдарым бар. Біреудің бір тиын еңбегін жемей, еңбек етіп, жұмыс істеп жүрдім. Бірақ рухани тұрғыда мынандай багажды жинап жүрдім неше жыл бойы. Енді ол келді, сіздерге бүйтіп айтатын, төгетін кез келді. Хотя бы 10 адамға пайдасы тиетін болса, ол менің миссиямның орындалғаны. Так, бүгінге давайте осымен тақырыпты жабайық. Сіздер пока осыны қорытып алыңыздар, достарыңыз, сұрақтарыңыз болып жатса, маған жекеге жаздыңыздар. Бір сыныптағы 30 оқушы топтас рухтар ма дейді. Ол Жан Жихан парақшасында нақты мәліметтер айтамын. Және де Ақсарбазда ма, или бағанағы Майкл Ньютонның кітабында ма айтады. Олар не совсем рухтас топтар, бірақ адамда бір кластастар, мынандай нелер келеді ғой, группаластар. Ол топтағы рухтар, олар алмасып жүреді, короче, топ болып. Бірақ та постоянно бір недегі топта емес. Көбінесе бір топтағы рухтар, ол сені қасыңда жүрген адамдар. Бала-шағаң, достарың, туысқандарың, даже дұшпандасып жүрген, жек көретін адамдарыңның барлығы ол бір топтағы рухтар. Так, халықты ақмақ қылып отырсың ғой дейді. Мен ақмақ қылып сіздерге ақша жинап отырған жоқпын, соны біліңіз. Вот когда сен ақмақ қылып ақша жинайсың, сіздерге ол дұрыс.
дұрыс нәрсе айтсаң, сен ақымақсың да. Жекені оқымайсыз ғой дейді. Не үлгермей жатырмын, оқимын міндетті түрде. Так, Ақсарбас кітабын бізде магазинде бар. Ақсарбас кітабын пока мен талқылай алмай жатқан себебім, менің деңгейім оған әлі жеткен жоқ. Мен толық оны түсінуім керек. Мен оқығаным, жаз бойы оқыдым, бірақ та мен борыш бас көзбен оққан сияқтымын. Енді осының бәрін уже оқып, Долорестің бүкіл кітабын оқығаннан кейін енді мен Ақсарбазды оқысам, мен енді басқаша түсінемін. Так, сымбат, суретіңіз арғарап тұр екен, орамал таққан адасушылық қой дейді. Қай жер адасушылық? Маған сұрағыңызды нақты қойыңызшы, фактпен. Так, келесі жолы қандай тақырыпты өтеміз, не туралы сіздерге айтайын ба? Келесі жолы адам не үшін мүгедек болып өмірге келеді? Сол туралы айтамыз. Және де бағанағы даналық ғибадатханасы. Рухтар әлеміндегі даналық ғибадатханасы туралы айтамыз. Ол қандай жер? Және жердегі адамға рухтар әлеміндегі ғибадатханың қандай көмегі бар? Ол жаққа қалай баруға болады? Сол туралы прямой эфирде айтатын боламыз. Мен жұмыс жасайын, достар. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сақтап қоям эфирді. Эфирдің комментарийін өшірем, потому что бізде әлі де енді бүйтіп ояна алмай жатқан адамдар бар. Солар бағанағыдай нәрсені көп жазады. Адасушы, тозақ, бірдеңе дегенді. Хорошо? Түсіңде ұшып жүруің, түсіңде түрлі машина көруің, оның барлығы бекер емес. Оны да келесі жолы айтамын. Давайте. Мен бұйырса ертең или арғы күні эфирге шығамын. Баланы не үшін сүйе алмады, давайте оны да айтатын боламын. Сақтап қоямын.